Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мынау көріп отырғандай, бұл біздің үйіміз. Біздің үйімізде 4 түп шие ағашы бар. Биыл да біздің шиеміз жап-жақсы салды. Үнемі менің жолдасым айтып отырады. Алланың берген несібесін ысырап қылмай, пайдаға асырған дұрыс деп. Қыстың қамын жаз ойла демекші. Сонменен біз отбасымызбен бәріміз бірге шиені теруге кірісіп кеттік. Жалпы мен шиені қызыл кезінде жаба салғанды дұрыс көрмеймін. Әбден шиенің толыққанды піскенін күтемін. Толыққанды піскен кезде шиенің түсі қанық қоңыр болып піседі. Одан кейін шиенің қышқылы азайып, тәттілігі артады. Осындай толық піскен шиеден жасалған тосап немесе компот өте керемет болады. Соныменен жабылып жүріп біз отбасымызбенен 2 шелек шиені теріп алдық. Әр шелегін 8-9 килограммнан бар деп есептегенде 17-18 килограммдай шие тердік. Оны жақсылап жудық, тазалап, арасындағы жапырақтарын алып тастадық. Килограммға килограмм қант қосып, мынандай қылып дайындадық. Одан кейін дайындаған ыдыстағы шиемді бір түнге қойып қойдым. Себебі шиенің өзінің шырыны шыққаны дұрыс. Одан кейін қоймадан банкілерімізді алып шығып дайындадық. Оны алдын ала жуып тазалап қойған дұрыс. Кейін сонда уақытыңды алмайды. Одан кейін бір күн бір түн тұрғаннан кейін ыдыстағы шиемізді қайнатуға кірісеміз. Кішкене мен су қосып жібердім. Астындағы отын пәсейтіп, біраз қойып қойдым. Ыдыстағы шиеміз кішкене сырты ысығаннан кейін мен біраз өшіріп қоямын. Түбі күйіп қалмасын деп. Одан кейін қайта қоямын. Қайнаған кезде қайтадан өшіріп қоямыз. Себебі бірден тез қайната беруге болмайды шиені. 2 күндей қайнаттым. Қайнатамыз, өшіріп қоямыз, қайнатамыз, өшіріп қоямыз, бірнеше рет қайталаймыз, 2-3 рет. Бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Сонымен мені шием дайын болды, жабуға дайын. Мұнда негізі экран жақсы көрсетпей тұр. Түсі қанық бардовый түс болып, өте әдемі болды. Экран түсін жақсы көрсетпей тұр. Сосын алдын ала жуылып, дайындалған ыдыстарымды стерилдеп, буға қойып, қақпағында буға қойып, дайын болған тосабымды құйып, жауып алдым. Мінекей, менің жапқан банкілерім 2 литрліктен 6 банкі, 1 литрліктен 2 банкі тосап жауып қойдым. Одан кейін бізде кішкене тағы да шие артылып қалып еді. Оны да пайдаға асырғанды жөн көрдім. Олардан компот дайындайын деп ойладым. Компотта да дәл осындай шиелерімді салдым. Шиені көбірек салдым мен. 2 литрлік банкының жартысына кішкене жетпейтіндей көбірек салдым. Сонда кейін шие дайын болған кезде шиенің қызылдығы қанық болып, өте дәмді болады. Шиесін көбірек салсам. Одан кейін қантын да көбірек салдым. 250 грамм, 300 граммдай салдым. Өте дәмді компот болады.
Бұны да жақсылап жауып алдым. Міне біздің өстіп, қыс мезгіліне әзірлеген тосабымыз бен компотымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздер де байқасаңыздар, тосабымыздың түсі де, дәмі де өте керемет болды. Видео ұнаса, лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Жалпы, шиенің адам баласына тигізетін пайдасы өте көп. Шиенің құрамында түрлі витаминдер, минералдар өте көп. Жазда да, қыста да осылай дайындаған тосабымызды, компотымызды ішіп, денсаулығымызды жақсартып жүрсек, өте керемет емес па? Мінекей қараңыздар, қандай әдемі, мөлдір. Бұл енді жаңадан жабылған компотым. 1-2 күннен кейін қарасаңыз, бұның түсі өзгереді. Қанық бордовый түске боялады. Дәмі де өте тәтті болады. Сау болыңыздар.